Құранды былай жаздыртушы болма. Біріншіден, бұл нәрсе кем дегенде Құранның аятына деген әдепсіздік, өте үлкен әдепсіздік. Кейбір жағдайларда оны кемсітуге дейін де алып баруы мүмкін. Өйткені Құран бұл қасиетті Алланың кәламы болғандықтан, өзінің жаңағыдай сақталатын, жазылатын жерде болады. Бұл машинаның багажнигінде емес, болмаса төменгі жақта орналасуы да дұрыс емес шариғат жағынан. Ал енді бұл нәрсені қастерлеп, болмаса есепке алмайтын адамдарға келетін болсақ, онда мысалы Қазақстан Республикасының заңнамасына келетін болсақ, кейбір жағдайларда осындай қасиетті мәтіндерді мағынасымен бірге шығарған кезде миссионерлік мағынасында болғандықтан, кейбір жағдайларда ол үшін сіз айыппұл алу мүмкінсіз. Айыппұлдың мөлшері шамамен 90 мыңға жақын болады. Сондықтан осы нәрселерді ескерген жөн. Құран өзінің арнайы орында болу керек. Ешқандай да машина багажнигінде, болмаса басқа бір жаңағыдай КамАЗдың бір фара жағында ондай жерлерде жазылмаған жөн.